Сәлем, достар. Бүгін бір жайсыз хабар естіп, соған көңіл күйім түсіп отыр. Консультант қыз бар еді, осы февраль айында 30-ға толу керек еді. Сол қызымыз қайтыс болып, соған сенбей іштей өте бір жаман болып отырмын. Неше жыл қасында жұмыс істеген соң бір жақын адамыңдай көріп қалады екенсің, сондықтан ондай нәрсеге қимайды екенсің. Негізі оның осындай бір жағдайға түсуінің де себептер болды. Өте өмірінде көп стресс көрді. Жаман ауру деген тіпті білінбейді екен да. Ешқандай бір қатты ауырдым деген жоқ та, бірден осындай ота жасатты да, ота жасатқаннан кейін оянбады. Негізі өте көп стресстің әсері болды деп ойлаймын. Өйткені бірнеше жыл бұрын осыдан ковидтан кейін дейін әжесі қайтыс болған, оның артынша шешесі қайтыс болды, ал әкесі болса бұрында кішкентай кезінде басқа әйелге үйленіп кетті, қалдырып кетті кішкентайынан. Әйтеуір тірнектеп жұмыс істеп өзінің күнін көрген қыз ғой. Әжесі қайтыс болды, оның артынан шешесі қайтыс болды, әкесі болса басқа әйелмен тұрады. Қанша әкесіне барып бірге әкесінің бір жылуын іздеді, бірақ әкесі жолатпады. Содан жалғыздықты сезінді ме, бір жылға толмай шешесі қайтыс болғаннан кейін тұрмыс құрған болатын, тірегім болатын шығар деген еді. Қайдағы керісінше бұл қыздан көп ақша сұрайтын. Жұмыста отырсақ, тамаққа ақша салып жіберші, концертке барайық, немесе бір қымбат сотка алайын деген едім деген сияқты сондай нәрселерді үнемі сұрап отыратын. Өзі жұмыс жасайды, одан қалса тағы онлайн жұмыс жасайды, әйтеуір тыным таппайтын, сондай стресс, сондай бар ауыртпашылықты өзіне алып алды. Қалса үнемі енесі тиісіп отыратын, келсе ананы істемедің, мынаны істемедің, холодильникті ішінде анау тамақтар қалып кетті деген сияқты үнемі WhatsApp-ына жазып отыратын, соны кейде алаңдап, соны уайымдап отыратын. Осының бәрі адамға психикалық өте қатты әсер етеді. Адамда осындай стресске кіріп кеткен кезде, егер сондай раковый клеткалар болса, ондай нәрсе одан бетер өршуі мүмкін. Бұл ситуациядан түсінгенім көп. Адамдар өзінің жанын емдемейді. Мысалға, үйіңізді де тазалайсыз, киіміңізді де тазалайсыз да, бірақ жаныңызды ешқашан тазаламайсыз. Сондай стресстер болсын, сондай депрессияға кіріп жүресіздер. Негізі терапия алу керек, жаныңызды емдеу керек. Осындай ауыртпалықтарды, осындай денедегі блоктардан арылу керек. Өзіңізді өте жеңіл сезінесіз. Өзіңіздің психотерапевтіңіз бар ма, психологыңыз бар ма, емделіп қарап жүріңіз, жалпы денсаулыққа қараңыздар, тексеріңіздер. Сіз тіпті байқамай да қаласыз. Сол жанашырлықпен сіздерге айтып жатырмын. Бұл жайында Кэролайн Мистің «Анатомия духа» деген кітабында оқысаңыздар болады. Адам стресске, депрессияға кіріп кеткен кезде өкпереніш, қорқыныштары деген сияқты әртүрлі психикасында өзгерістер болған кезде, состояние дұрыс болмаған кезде адамның еркін ағымдағы энергиясында тоқырау болады, яғни энергияның застой болады. Сол жерлерде тұрып қалған застой энергия сол жердің бір ауруына алып келеді. Сол жерде бір белгілі бір өзгерістер болады. Сондықтан терапия кезінде осындай блоктармен жұмыс жасаймын. Осы блоктарды алып тастаймын. Адам өзін өте жеңіл сезінеді. Сондықтан терапия алып осындай блоктарыңызбен шешіліп өздеріңізді жеңіл сезінесіздер. Енді сізге айтарым, өзіңізді күтіңіз. Сіз бірінші орындасыз. Ол бала деп, күйеу деп, сіз өзіңізді ұмытпаңызшы. Денсаулығыңызды ойлаңыз, қаралыңыз. Өзіңізді еркелетіңіз. Дендеріңіз сау болсын.